әкесі баратындар сияқты ұзатылғым келді. Я келемін деді, уәдесін берді, бірақ жоқ кетті. Міне күшік көрді. Қызық, не жақсы көрдің сен күшікті. Ей, барма. Жақнатпа. Тұрса еді. Не болды? Қорқпайды ғой, ма? كبير أختي أمشي تكسر ما عشان بير كش كبير ما دي أنا جيبات الكلمة ما عشان بير Не ол жеп жатыр ма? بير كش ما دي Жеп қойды. Мен жеп қойды деген көлі ма? Мәләдеш алақай. ما عشان Нәне بير бер. Біздің ауылдың иттері таза. Бер, нәне бер. Ана алып кел. زيد Ана. Жесе ана итті күшіге. Үйге бір ит асырау керек еді. Біздің ит тұрмайды дейді. бір осындай күшік алса берем екі балапан көзбе көз жақпайды ғой О, әке. балапан жеп қойды содан қорқамын әйтпесе Қазіргі көйлегімнің бір примерно несін көрсетейін. Міне мынау корсет. Алдында процессті салып едім ғой. Вот. Енді ішін жақсылап үтіктеу керек, формасын келтіріп. И мына жақта люверсиларын жасау керек, чтобы шнур кіргізетіндей. И тақия. Бұған енді фетермен үкілерін жасау керек. Бұлай тоже міне подкладын жасадым, прям күшті жылтырап тұр. И енді қазір мен не тігіп жатырмын? Қазір мен көйлегін тігіп жатырмын. Ой, бұның өзі де кәдімгідей жұмыс, өйткені подклад бар, сыртындағы основной материалы бар, юбка, қолы, осылардың бәрін қосамын. Көйлегі қалды. Сондай киіммен айналысатын, бизнеспен айналысады. Маған хабарлассаңыздар болады. Қазір амбассадорлыққа мен ашықпын. Мен креативный, неше түрлі видео түсіруге дайынмын. Негізі өзіме ұнайды. Сондай неше түрлі видеолар түсірген, именно мода жайлы, арасында юмор қосып. Егер де сондай магазин болса, хабар